Ырғақты музыка, мультимедиялық технологиялар, эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткен аспан астындағы қос концерт. 6 шілдеде Астана күні жоғары деңгейде тойланды. Олай дейтініміз мерекелік шараға 100 мыңнан астам қала тұрғыны мен қонақтары қатысты. Көрермендердің көңіл күйін әріптесім Арнат Дүйсенде біліп келді. Туған күніміз құтты болсын. Астанаға тілерім тек қана ашық аспан. Көгімізден. Бәрекелді. Ендеше сахнаның артынан көрейік, былай қарай шығып көрейік. Мына жақта халықтың бәрі жиналған, барлығының көңіл күйі керемет. Былай қарай жүре беріңіздер. Міне менің алдымда мыңдаған халық тұр. Астаналықтар, мереке құтты болсын! Бұл күні қазақ эстрадасындағы өнерпаздардың барлығы дерлік ат басын Астанаға тіреді. Мақсат бір, жұртпен бірге қала күнін тойлау. Open Air, яғни аспан астындағы концерт қаланың екі бөлігінде қатар өтті. Бірі Астана Арена стадион аумағында болса, енді бірі Қазақ елі монументі алаңында ұйымдастырылды. Бүгін Астанамыздың ең маңызды күні. Бүгін Астанамыздың туған күні болып жатыр. Менің көңіл күйім өте керемет. Көңіл күй жақсы, рахмет. Енді сүйікті Астанамды осындай мерекемен құттықтаймын. Жайнай берсін, гүлдей берсін. Барлықтарыңызға жақсы көңіл күй тілеймін. Тамаша дами берсін Астана, жасай берсін Қазақстан. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, бейбітшілік күндеріміз берік болсын. Заманауи мультимедиялық технологиялар мен жасанды интеллект негізіндегі дайындалған визуалды эффектілер концерттің көркін кіргізді. Ал елорда тұрғындары мен қонақтары мұндай ауқымды концерттердің көпшілік үшін тегін ұйымдастырылғанына ризашылығын білдірді. Айта кетейік, Астана күніне орай елордада таңғы уақыттан бастап концерттер, фестивальдер, спорттық жарыстар, көрмелер, отбасылық шаралар мен түрлі мәдени бағдарламалар ұсынылды. Арнат Дүйсен, Марат Бейсов, Атамекен бизнес.